Маңғыстау облысында коронавирус инфекциясы тағы 6 адамнан анықталды. Оның 4-еуі Жаңаөзен, 2-еуі Сенек ауылының тұрғындары. Барлығы да коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдармен қарым-қатынаста болған. Сол себепті зертханалық сынама алынған. ПТР диагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша COVID-19 диагнозы нақтыланды. Қазіргі уақытта барлық тіркелген науқас Жаңаөзен қаласының инфекциялық ауруханасына жатқызылды. Науқаспен қарым-қатынаста болған адамдар анықталып, барлығы медициналық бақылауға алынуда. Ауру ошақтарында дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді. Эпидемияға қарсы іс-шаралар қолға алынған. 1 мамырдағы жағдай бойынша өңірде барлығы 55 адамнан COVID-19 вирусы анықталды. Ақтауда 18, Жаңаөзенде 11, Маңғыстау ауданында 4, Мұнайлы ауданында 3, Қарағай ауданында 18, Бейнеу ауданында 1, жазылып шыққандар саны 8, қайтыс болған 1 адам. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні. Бұл еліміздегі ең жақын мерейлі мейрамдардың бірі. Дәстүрлі мерекені Ағысовтар отбасы кең көлемде тойлады. Шаңырақта дастархан жайылып, ұлттық тағамдар пісірілді. Дәстүрлі әндер шырқалып, қазақтың салт дәстүрлері дәріптелді. Биыл қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келген бұл мейрамды қазақ жұрты отбасымен тойлауда. Ағысовтар әулеті атаулы күнді асыға күтеді. Өйткені бірлігі жарасқан қазақ жерінде өзге ұлт өкілдерімен тату-тәтті тұрып жатқандарын мақтан тұтады. Отағасы Әли Ағысов бұл мерекенің қазақ халқы үшін орны бөлек екенін айтып, немерелеріне тарихын әңгімелеп берді. Жанұя мүшелерінің барлығы дастархан басына жиналып, бір-бірлеріне тілектерін айтып, мерекені кең көлемде тойлады. Құрметті жаңаөзендіктер, мына қазақта айтады ғой, бірлік болмайды, тірлік болмайды деген. Сол айтқанда міне Қазақстан халықтарының бірлігі күні де келіп жеді. Сонымен қатар енді Рамазан айында да тілеген тілектерімізді Алла қабыл етсін. Ораза ұстаған адамдарымыздың бәрінің тілектерін Алла қабыл етіп, осы жақсы күндерде кездесуге Алла нәсіп етсін. Мұнараш Ағысова мен Әли Ағысовтың отасқандарына биыл 40 жыл. Олар бүгінде 4 баламен 7 немерені тәрбиелеп өсіріп отыр. Отанасы әулеттегі 3 келіне ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерді дәріптеп, білгенін әрдайым үйретуден жалыққан емес. Сонымен қатар Мұнараш апа бүгінде Алтын Дария Ақ әжелер ансамблінің мүшесі. 3 жылдан бері әртүрлі мерекелерде қазақтың дәстүрлі әндерін жанды дауыста орындап жүр. Ол бүгін түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан қара шаңырағымызда үлкен мереке. Мемлекетімізге әрдайым тыныштық орнап, бейбіт елімізде береке болсын деген тілегін білдірді. Оразамыз қабыл болсын. Осы бір оразамен қатар келгенде 1 мамыр мерекеміз құтты болсын. Еліміз тыныш болсын. Аман болайық. Отбасыларыңыз аман болсын. Оразадан оразаға аман есен жете берейік. Біз біргеміз. Ұлттар арасындағы бірлікті қамтамасыз ету мықты мемлекет құрудың маңызды шарты. Сонымен қатар ұлы далада орныққан ел бірлігін ұлы мерекеге орналастыру. Әлемдік қауымдастық тарапынан жоғарғы бағаланған достық пен келісімді паш ету халықтар арасындағы тұтастықты нығайта түседі. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің көк байрағы көкке желбірей берсін. Айнұр Мейрамбайқызы, Нұрсұлтан Назарбаев, жаңалықтар.